Қазір шығады андай адамдар: Мадина, қайттам ұялап атсың, бүйтіп атсың, сөйтіп атсың, шаршаттың деп. Негізінде олай емес, просто ол менің ішімдегі нәрсе, бұл менің страницам. Мен бұнда өзімнің ішімдегі нәрсені сала аламын, мен құқылымын деген сияқты нәрсе ғой. Егер кімге қызық емес, қарамай-ақ өтіп кетсеңдер болады. Вот так вот. Айтатын нәрсе көп. Ары барып, бері барып, не істеп жүрсің, Мадина дейтін адамдар. Енді, в принципе, оказывается, оны аборт жасатқан кезінде, алдыртқан кезінде ішімде бірнемелер қалып қалған ғой. Сөйтіп, короче, ол гноится етіп, сонымен осложнениялармен ары бері жүрдім. Жоғалып кетіп жатқан себептерім де сол, ары бері жүрмін деген сияқты. Вот, в принципе, менің өмірім осындай болатыр. Все, по воле Аллаха жүрміз айтып. Сосын кішкене андай шектен тыс шығып, енді былай айтып, неше түрлі айтып жататын адамдар болады. И соларға жауап қайтарып жатсаң, сен агрессивныйсың, сен осындайсың, сондайсың, мындайсың дейді. Сонда сіздерге өздеріңіздің тілдеріңізде жауап қайтарса, ол нәрсе ұнамайды. Өздеріңіз пікір көтере алмайсыздар адамның сөзін деген сияқты. Ал почему-то біз елдің алдында жүрміз, біз көтеруге міндетті екенбіз да. Жоқ, ондай нәрсе ешкімде жоқ, бәріне бірдей. Так что өйтіп айтпай қойыңыздар. Менің тілімнің аштылығы өздеріңізге байланысты шығады. Егер адам сондай мәңгүрттікке салынып, надандыққа салынып, жеке өмірге қатты бір кірісіп, сондай нәрсе болатын болса, мен онда тілімнің аштылығын көрсетемін. А если маған адекватно дұрыстап айтатын болса, мен де оны адекватно қабылдаймын деген сияқты. Ол просто каждому свою. Әркімге өзі қалай лақтырады, мен де солай лақтырамын деген сияқты үшін болды. Тағы бір айта кетейін, негізінде көбісіне құлақ қағыс болатын шығар мүмкін бұл. Менің жеке өміріме қол сұғып, менің не істегенім, не істейтінім туралы айтып, біреумен жариялап, өсектеп жүретіндер, өздерінің 5 қарын майларың таза болмай тұрып, маған айтпай қойыңдар. Шүкір Аллаға, былай айтқанда, сендердің де қандай жерлерден шығып, қандай жерлерге барып шыққандарыңды біліп отырмыз. Бірақ дегенмен көп адамға топырақ шашып, ол нәрсені бүйтіп ашып айтып жүрмейді екенмін. Қанша жерден блогер болсаң да, қанша жерден қанша миллион подписчиктерің болса да, мен туралы олай айтпауларыңды өтінемін. Өйткені сендер мені лично білмейді екенсіңдер. И менімен араласқан адам өйтіп айта алмайды деп те айта аламын сендерге. Так что кішкене арттарыңа қарап алыңдар. Сосын шоу-бизнеске жақын жүрген адамдар бар, кейбіреулер мен таныстарым арасында. Так что осы сторисім оларға құлақ қағыс болатын шығар, андай бүйтіп деп қалатын шығар. Менімен таныс болсаңдар да дос болмадыңдар, қатты бір араласпадыңдар, менің ешқандай бір секретім сияқты нәрсені білмейсіңдер да. Но мен де естіген нәрсемді айтатын болсам, сендердің қай жерге кіріп, қай жерден шығып жатқандарыңды білемін. Менің жеке өміріме қол сұқсаңдар, ол да өздеріңе екі есе болып қайтады. Так что ондай нәрсені мен біліп тұрсам да ары қарай таралуына мүмкін себепкер болмайтын едім енді. Так что жай ғана бүйтіп сырт жағын айтып кетейін. Сендердің қай тесікте жүргендеріңді, сендердің тесіктеріңе қандай нәрсе кіріп жатқандарын бәрін біліп отырмын. Так что маған өйтіп айтпай қойыңдар.